Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің аты жөнім Жұмабаева Салтанат Сейітжанқызы. Мен Алматы қаласы Зерде мектеп гимназиясының музыка және домбыра пәнінің ұстазымын. Балалар, сендер байқап отырған шығарсыңдар, менің қолымда қазақтың көнеден келе жатқан ұлттық домбыра аспабы тұр. Кез келген қазақтың үйінде қай заманда болса да төрінде домбыра ілініп тұрған. Ал сендер осы домбырада ойнап үйренгілерің келе ме? Егер үйренгілерің келсе, онда мен сендерге үйретейін. Ең басында домбыраның құрылысымен таныстырайын. Мынау домбыраның басы. Мынау домбыраның екі құлағы. Осы құлаққа домбыраның бойындағы екі шек тағылады. Мынау домбыраның мойыны. Осы мойында 19 перне байланған. Мынау домбыраның беті. Мынау қосымша беті. Осы қосымша беттен біздер ойнайтын боламыз. Мынау домбыраның үні шығатын дыбыс ойығы. Мынау тиегі. Тағы да мына жерде кіші тиек орналасқан. Мына жерінде домбыраның түймесі бар. Шек осы түймеге бірінші байланып, сосын екі құлаққа апарып тағы да тартылады. Мынау домбыраның шанағы. Кейбір домбыраларда шанақ 7 болады, кейбір домбырада шанағы 9 болады. Мынау домбыраның үні. Олай болса домбырада үйреніп бастайық. Мінеки, сол аяқты орындыққа отырған кезде орындықтың бас жағына отырамыз, ортасына дейін отырамыз, арқасына дейін шалқайып отыруға болмайды. Өйткені аяқ жерге тіреп тұру керек. Сол аяқты жерге қойып, оң аяқты сол аяқтың үстіне қоямыз. Домбыраны бауырымызға қысыңқырап ұстаймыз. Енді оң қолда мынау білек бар, білесіңдер. Осы білекті кішкене өздеріне қарай майыстырасыңдар. Мынау 3 саусақты жинап, 4-ші сұқ саусақты кішкене шығарып қоямыз. Бірақ осы 4 саусақты бірге тұру керек. Сол кезде ойнағанда күш береді саусаққа. Бас бармақты бөлек қоямыз. Мінеки, мынау білекті өзімізге қарай кішкене қайырып алдық та, сұқ саусақпенен бағанағы мен айтқан қосымша беттің үстінен ойнаймыз. Төмен қағысты ойнаймыз, кәнекей, төмен сұқ саусақпенен. Енді сұқ саусақты жинаймыз, бас бармақпенен жоғары ойнаймыз. Кәне тағы да көрейік. Сұқ саусақпенен төмен жинаймыз сұқ саусақты, бас бармақпенен жоғары. Тағы да көрейік. Төмен жинаймыз сұқ саусақты, бас бармақпенен жоғары. Соңғы рет тағы да көрейік. Төмен сұқ саусақпен жинаймыз, бас бармақпенен жоғары. Енді тағы да басқа қағыс ойлап тауып көрейікші. Мен мысалға 2 рет төмен, 2 рет жоғары қағыс ойлап таптым. Кәнеке көрейік. Төмен, бас бармақты жинаймыз, жоғары, жоғары. Тағы да төмен, жинаймыз, жоғары, жоғары. Енді сол қолды үйретейін. Сол қолды үйрету үшін, жеңілірек болу үшін, мен сендерге басқа мойнында нүктесі бар домбырамен үйретейін. Мінеки, мына домбыраның мойнында нүктелер бар, бетінде, бет жағында. Оны сендер көру үшін. Домбыраның бетінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, кейбір домбыраларда 7-ші және 8-ші нүкте болады. Бізге қазір керегі 4-ші нүкте. 1, 2, 3, 4-ші нүктеден, яғни бас бармақты ұстадық. Неге 4-ші нүктеден бастадық? Өйткені 4-ші нүктеден төменге сағаға қарай пернелердің арасы жақын болады. Және де ойнауға өте ыңғайлы болады.
Бас бармақты төртінші нүктеге осы пернеге қоямыз. Бас бармақ перне сияқты түп-түзу болып тұру керек. Оны не былайынан қисайтып қоюға болмайды. Болмаса дыбысы таза шықпауы мүмкін. Кәне бас бармақты қойдық, ұстадық төртінші нүктеден. Енді бағана қағыстарымызды қосып көрейік. Оң қолымызбенен, сұқ саусақпенен төмен, және бас бармақпенен жоғары. Тағы да көрейік. Төмен, жинаймыз, жоғары. Соңғы рет көрейік. Төмен, және жоғары. Енді келесі пернеге, астыңғы ішекке мынау сұқ саусақты басайық. Неше саусақ басылып тұр? 1, 2. Бұл басылымды 2 саусақ деп атайық онда. Кәне 2 саусақты ойнап көрейік. Төмен, сұқ саусақты жинаймыз, жоғары. Тағы да бір көрейік. Төмен, жоғары. Келесі пернеге 4-ші нүктеге, демек бас бармақтың қасына 1, 2, 3-ші саусақты басып көрейік. Енді саусақтың қай жерменен ішекті басамыз? Саусақтың мінекей, мұны ұшыменен ішекті басамыз жөндеп. Дұрыстап баспасақ дыбыс шықпайтын болады. Кәне көрейік. Төмен, жоғары. Тағы да төмен, жоғары. Келесі пернеге 4-ші саусақты басайық. Бұл басылымды 4 саусақ деп атайық. Төмен, жоғары. Төмен, жоғары. Келесі ең соңғы 5-ші саусақты басайық. Төмен, жоғары. Тағы да төмен, жоғары. Енді келесі тағы да бір басылымды үйретіп жіберейін. 3-ші нүктеден 1, 2, 3-ші нүктеге апарып, мынау сұқ саусақты басайық. Неше саусақ басылып тұр? Иә, 1 саусақ басылып тұр. Бұл басылымды 1 саусақ деп атайық. Төмен, жоғары. Тағы да көрейік. Төмен, жоғары. Енді 2 саусақтың тағы да бір түрі қалып қойды. Біз мына жерде көрші пернеге бастық бас бармақпенен 1-ші саусақты. Енді ортасында перне бос қалмады ғой. Енді ортасынан тағы да бір пернені босатып жіберейік. Ортасында ашық бос перне қалды. Бұны біз үлкен 2 саусақ деп атаймыз. Оны да көрейік. Төмен, жоғары. Төмен, жоғары. Енді басылымдарды үйреніп болдық. Енді бір оңай жаттығу үйреніп көрейік. Мен сендерге қазір алақай деген жаттығуды үйретіп көрейін. 2 саусақты осы 4-ші нүктеден ұстаймыз. Кәнекей 2 саусаққа төмен Енді қасына келесі 3 саусақты басамыз. Жоғарғы қағысқа және де 4-ші менен 5-ші саусақты бірге басамыз. Қай. Тағы да көрейік 2 саусақтан. 3 саусаққа жоғарыға. Және 5 саусаққа. Қай. Тағы да бір көрейік. 3 саусаққа. 5 саусаққа. Қай. Енді кішкене қиынырақ жаттығу үйреніп көрейік. 2 саусақты ұстаймыз. Өзіміздің білетін 3 саусаққа. 3 рет ойнаймыз осына. 3-ші рет. Және 5 саусаққа. Қай. Сонда бізде не шықты? Қай. Осындай жаттығу шықты. Кәне бірге ойнап көрейік. 2 саусақты ұстаймыз. 3 саусаққа. 5 саусаққа. Қай. Сонымен біз бүгін 2 жаттығуды және домбыраны ұстап үйрендік.
Домбыраны жылдам үйреніп кету үшін біз күнде үйде қайталап саусақтарды шынықтыруымыз керек. Онда сендерге мен үй тапсырмасын берейін. Сендер осы әрбір басылымдарды ұстап, 2 саусақ, 3 саусақ, 4 саусақ, 5 саусақ, осы басылымдарменен өздерің қағыс ойлап, тауып, ойнап көріңдер. Мысалға, 2 рет төмен, 3 рет жоғары, 1, 2, 3. 1, 2 төмен, жоғарыға 1, 2, 3. Ал сендер өздеріңде басқа қағыс ойлап тауып көріңдер. 5 қағыс төмен, 5 қағыс жоғары деген сияқты. Және қолдарың біраз шынығып үйренгеннен кейін, келесі жаттығуды күніне 10 рет, 15 рет, егерде уақыттарың болса 20 рет қайталап тұрыңдар. Алақай жаттығуында қайталап тұрыңдар. 10 ойнап болғаннан кейін тағы да күніне 15-20 рет алақай жаттығуын ойнап көріңдер. Алақай деп. Осылайынан күнде үйде 15-20 рет қайталап тұрыңдар. Ал келесі сабақта мен сендерге домбыра менен Еркемай әнін үйретемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.